Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Анемия бүгінгі кезеңнің қауіпті дерті. Жас таңдамайтын бұл дерт қанның азаюынан белең алады. Ағзадағы қан жасушаларының тапшылығы болғанда дамитын ауруды дер кезінде анықтап емдемесеңіз, түрлі аурудың асқынуына әкеледі. Анемияның белгілеріне шаршау, әлсіздік, тері түсінің бозаруы, аритмия, ентігу, бас ауру және айналуы, көкірек тұсының ауруы, аяқ-қолдың мұздауы жатады. Анемияның пайда болғанын алғашқыда аңғара алмауыңыз мүмкін. Білдірмей бастап ағзаны жаулайды. Егер сізде жоғарыда келтірілген белгілер болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Анемияның түрлері. Темір тапшылықты анемия бұл ең жиі кездесетін анемия. Аталған түрінде ағза темір тапшылығына ұшырайды. Соның салдарынан гемоглобин мен эритроциттер түзілмейді. Гемоглобин мен қызыл қан жасушаларының қалыптасуы үшін темір жеткілікті мөлшерде болуы керек. Анемияның бұл түрі жүкті әйелдерде көп кездеседі. Одан бөлек етеккір кезеңі ауыр өтетіндерде, асқазан ойық жарасы барларда, қатерлі ісікке шалдыққандарда, ауырсынуды басатын дәрілерді көп ішетіндерде кездеседі. Дәрумен тапшылықты анемиясы сіздің ағзаңызға жеткілікті мөлшерде эритроциттерді шығару үшін темірден басқа фолий қышқылы және B12 дәрумені қажет. Егер сіз құрамында осы екі зат бар тағамдарды жиі тұтынсаңыз, мұндай дертке шалдықпауыңыз мүмкін. Ал кей жағдайларда B12 дәрумені жеткілікті мөлшерде тұтынса да, адамның ағзасы оны сіңіре алмай қалады. Нәтижесінде зиянды анемия деп аталатын дәрумен тапшылығы анемиясы пайда болады. Созылмалы аурулардан пайда болатын анемия, қатерлі ісік, адамның иммун тапшылық вирусы және жұқтырылған иммун тапшылығының синдромы, ревматоиды артрит, бүйрек ауруы, крон ауруы және басқа созылмалы қабыну жағдайларында эритроциттердің өндірісін тежейді де, салдарынан созылмалы анемия пайда болады. Апластикалық анемия бұл анемия өте сирек кездесетін, қызыл қан жасушалары жеткіліксіз өндірілген кезде өмірге қауіп төндіретін түрі. Анемияның бұл түрін инфекциялардан, дәрі-дәрмектерден, химиялық токсиндерден және аутоиммундық аурулардан кейін пайда болуы мүмкін дейді. Сүйек кемігі ауруынан болатын анемия, лейкемия және миелофиброз анемияны тудыруы мүмкін. Мұндай жағдайларда сүйек кемігіндегі эритроциттердің өндірісі бұзылады. Бұл аурулардың салдары өмірге қауіп төндіреді. Гемолитикалық анемия қызыл қан жасушалары сүйек кемігіне қарағанда тезірек жойылатын анемиялар тобына жаңаларын тудыруы мүмкін. Кейбір қан аурулары қызыл қан жасушаларының тез бұзылуына әкеледі. Анемияның себептері: темір, B12 дәрумені және фолий қышқылы аз тағамдарды жеу анемия қаупін арттырады. Асқазан ішек жолдарының бұзылуы, крон ауруы және глютенді төзімсіздік аш ішекте қоректік заттардың сіңуін бұзады, салдарынан анемияға әкеледі. Етеккір кезінде көп мөлшерде қан жоғалту темір тапшылығы анемиясына әкелуі мүмкін. Жүктілік кезінде анемия қаупін азайту үшін фолий қышқылы мен мультидәрумендерді қабылдау қажет. Қатерлі ісік, бүйрек жеткіліксіздігі және басқа созылмалы жағдайлар анемия қаупін арттыруы мүмкін. Бұл жағдайлар қызыл қан жасушаларының жетіспеушілігіне әкелуі мүмкін. Ойық жара болған кезде темір мен эритроциттердің мөлшерінің төмендеуімен жүретін баяу қан кету болуы мүмкін. Бұл кейінірек темір тапшылығы анемиясына әкеледі. Тұқым қуалаушылық. Егер сіздің отбасыңызда анемияның тұқым қуалайтын түрі болса, сіз соған бейім болуыңыз және оның даму қаупі жоғары болуы мүмкін. Анемияның пайда болуына басқа да факторлар әсер етеді. Белгілі бір инфекциялар, қан аурулары, аутоиммундық аурулар, алкоголизм, токсиндердің әсері және кейбір дәрі-дәрмектерді қолдану қызыл қан жасушаларының түзілуіне әсер етіп, анемияға әкеледі. 65 жастан асқан адамдарда анемия қаупі жоғары болады. Анемияны бір ғана дәрігер емдемейді. Міндетті түрде гематолог, кардиолог, гастроэнтеролог дәрігерлеріне тексерілу қажет. Анемияның көптеген түрлерінің алдын алу мүмкін емес.
дәрумендерге және келесі қоректік заттарға бай арнайы диетаны қолдану арқылы темір тапшылығы мен дәрумен тапшылығы анемиясының дамуын болдырмауға болады. Мейлінше темірге бай тағамдарды үзбей жеңіз. Тамақтану мәзіріңізден ет, бұршақ, жасымық, дәнді дақылдар, қою жасыл көкөністер және кептірілген жемістерді үзбей жеңіз. Фолий қышқылы. Бұл зат немесе оның синтетикалық түрі фолий қышқылы жемістерде, қою жасыл салат жапырақтарында, жасыл бұршақтарда, жер жаңғақтарда, дәндерде, нанда, макарон өнімдерінде, күріште болады. В12 дәрумені. Бұл дәрумен ет, сүт өнімдерінде, дәнді дақылдарда және соя өнімдерінде кездеседі. С дәрумені цитрустық жемістерде, шырындарда, бұрышта, брокколиде, қызанақта, қауын мен құлпынайда кездеседі. Бұл тағам темірді сіңіруге көмектеседі. Құрметті арнамның көрермендері, егер де видео сіздерге пайдалы болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.